Сәлем достар. AliExpress'тен келген кезекті тауар. Ақпан айының басында YouTube'тағы орыс тілді шолушылардың бірінің видеоларынан байқап қалып, 8 наурызға үлгерер деген үмітпен тапсырыс бергенмін, бірақ болмай қалды. 13 ақпанда тапсырыс бергем. Қытай поштасы арқылы Алматыға 17 наурызда келіп жетті. Ашып көрелік. Бұның ішінде әйел адамдардың әшекей бұйымдарын салуға арналған кішкене қорапша немесе сандықша. Мінекей, мынандай ғана кішкентай ғана сандықша, ағаштан жасалған, жеп-жеңіл. Көне стильде жасалған. Іші осындай. Қызық көрінеді. Шеттері жай ғана лакпен бояла салған. Қорапша өзі ағаштан жасалған. Мінекей жан-жағы өздеріңіз көргендей. Ортаңғы шеттерінен суреттермен безендірілген былғары сияқты материалмен қапталған. Оның сыртынан андай иілгіш ағаш материалмен жабыстырып бекіткен сияқты. Меніңше өз бағасына тұратын лайықты сыйлық. Бұл сыйлықты ескілікті жақсы көретін адамдарға сыйлаған дұрыс сияқты. Мысалға, әпкелерімізге, не болмаса аналарымызға. Осы тауарды алған саудагердің парақшасына кірсеңіздер, надан да басқа неше түрлі ою өрнектермен әшекейленген, басқа да көлемі жағынан да үлкен, ұзыны, үлкені деген сияқты. Өздеріңізге ұнаған таңдап алып сыйлыққа тартсаңыздар болады. Саудагер адал, позитивті отзывтары көп, жақсы саудагер деп айта аламын. Сондықтан қорықпай тапсырыс беріңіздер. Сіздермен бірге болған Қытайда жасалған каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.